Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгін бізде Кронгурт кітабы бойынша 42-43 беттегі 4-ші жаттығу. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Берілгені бізде мынадай, мен есептің шартын оқымай қойын бұл жолы. Берілгені Т1, М1 және жылу сыйымдылығы Т2, М2 берілген, бізде табу керек тетта. Көміз бұл тетта, яғни мынау Q1, Q2 формулаларын қойып, оларды теңестіріп, осы формулалардан қорытып біз теттаны тауып аламыз. Және қорытынды формула мынада, оған мәндерін қойсақ, бізде жауабы 50 Цельсий градус шығады екен, теттамыз жауабында. Келесі екінші есебі. Екінші есептің берілгені массасы 5 кг және дельта Т 2 Цельсий градус және Q берілген. Бұнда жылу сыйымдылығын табу керек. Қабырғаға мына Qді килоджольдық айналдырамыз 10-шы дәрежеде. Және Qді табу үшін, жылу сыйымдылық табу үшін Qдің формуласымен, мына формуладан Q тең S көбейтілген M көбейтілген дельта Т-дан жылу сыйымдылығын табамыз, және Qді M көбейтілген дельта Т-ға бөлеміз. Және мәндерін қойып есептейміз. Есептейтін болсақ, бізде жауабы 420 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген Цельсий градус болады екен. Келесі үшінші есептің берілгені, массасы берілген, температуралары берілген және тетта берілген. Табу керек бізге екінші массаны, яғни М2-ні табу керек. Яғни мына формулаларды қойып, тағы теңестіріп, олардан қорытып М2-ні тауып аламыз. М2-ні табу үшін мынадай формула шығады. М1 көбейтілген тетта азайтылған тетта 1 бөлінген Т2 азайтылған тетта. Және мәндерін қоямыз. Мәндерін қоятын болсақ, бізде тең болады жауабы 16,5 килограмм шығады екен. Яғни М2-міз біздің 16,5 килограммға тең. Келесі төртінші есептің берілгені бойынша М1 берілген 0,1 килограмм, Т1 берілген, М2 берілген 42 грамм, оны килограммға айналдырамыз. Және Т2 берілген, тетта берілген 17 градус Цельсий градус және жылу сыйымдылық берілген. Яғни S1 деп белгілеп алдық. Енді бізде табу керек, S2-ні табу керек. Және мұны табу үшін формулаларды теңестіру арқылы S2-ні табамыз. Қорытып формулалардан. Және S2-ні формуласы, яғни S1 көбейтілген М1 жақшасында тетта азайтылған Т1 бөлінген М2 көбейтілген, яғни жақшасында Т2 азайтылған тетта. Осы формулаға мәндерін қойып шығарамыз. Яғни мұнда мәндер қойылған. Бұнда біздер шығады. Барлық қорытылғанда жауабы 909 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген Цельсий градус. Келесі төртінші есеп. Бесінші есеп. Бесінші есепте берілген массасы берілген, яғни массалары берілген М1, М2, М3 және температуралар берілген Т1, Т2, Т3 және жылу сыйымдылықтары берілген. Бізде бұнда табу керек теттаны. Және формуланы бойынша міне Q1, Q2, Q3 деп келтіріп, Q1, Q2, Q3 үшін жазамыз. Және бұларды теңестіріп теттаны табамыз. Тетта бойынша міне біздің формуламыз. Негізгі формуламыз осындай, және оған мәндерін қоямыз. Мен жерде жазған сыймай қалды, сол себепті қайтадан мұнда жаздым. Яғни мәндерін қоямыз формула бойынша. М3, С3, Т3 көбейтеміз, яғни М3 0,2 килограмм, Т3 бізде 920, С3 Т3 екен ғой, 90 градус және 2 килограмм, 4200 джоуль, 20 градус қосылған 0,1 килограмм, 380 джоуль бөлінген килограмм Цельсий градус көбейтілген 80 градус. Солардың барлығын бөлеміз. Мынаған 2 килограмм көбейтілген 4200 қосылған 0,1 көбейтілген 380 қосылған 0,2 көбейтілген 920. Осылардың барлығын есептейтін болсақ, бізде жауабы 21,176
Цельсий градус шығады екен. Яғни жауабымыз тетта 20,176 Цельсий градусқа тең болады. Келесі 6-шы есеп. Берілген массасы берілген М1 1 кг, М2 0,15 кг және дельта Т1 23 Цельсий градус, дельта Т2 10 Цельсий градус, С2 4200, енді С1-ді табу керек. Формулалар түрлендіру арқылы С1-ді табамыз, және бізде С1-дің формуласы, қорытылған формуласы мынадай. С1 тең болады С2 көбейтілген М2 көбейтілген дельта Т бөлінген М1 көбейтілген дельта Т-ға, және оның мәндерін қоямыз. Көбейтіп және бөлетін болсақ, бізде 913 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген Цельсий градус шығады екен С1-іміз. Келесі 7-ші есеп. Берілгені Т1 20 Цельсий градус және көлем берілген 5 литр, тығыздық берілген, соның Т2 берілген 100 Цельсий градус, Q берілген және үлкен Q1-ді біз Q2 тең деп аламыз. Массасын табу керек, М2-ні табу керек бұнда. Енді формулалар түрлендіреміз, тағы да түрлендіру арқылы бізге массасын М2-ні табамыз. М2-нің қорытынды формуласы мынадай: 2 көбейтілген С көбейтілген Р көбейтілген В көлем және жақша ішінде Т2 азайтылған Т1 бөлінген Q. Осы формулаға мәндерін қоямыз. Егер мәндерінің барлығын қоятын болсақ және есептегенде бізде жауабында 0,404 килограмм. Кешіріңдер, 0,404 килограмм шығады екен. 404 килограмм жауабымыз. Келесі 8-ші есеп. Берілген бізде биіктігі С берілген жылу сыйымдылығы және G бізде 10 метр секунд квадратқа, биіктігі 39 метр, жылу сыйымдылығы 130 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген Цельсий градус табу керек. Бұнда дельта Т-ні табамыз. Дельта Т-ні табамыз және бізде Q-дің формуласымен потенциалдық энергияның формуласын теңестіреміз, екеуін теңдеп және одан қорытып, біз бұдан дельта Т-ні табамыз. Яғни дельта Т-ні тапқанда G көбейтілген H бөлінген С деп аламыз. С деген формула шығады. Осы формуланы орнына қоятын болсақ, көбейтіп және бөлеміз, бізде 3 Цельсий градус шығады екен. Дельта Т-мыз 3 Цельсий градусқа тең. Келесі 9-шы есеп. Берілгенде Т1 берілген, М спиртінесі берілген 30 грамм массасы және жылу сыйымдылық берілген, Т2 берілген, Q берілген табу керек. Бізде бұнда тағы да М2-ні табу керек. М2-ні табатын болсақ, мынадай формуламен табамыз. М2-нің формуласы мынада М-С деген М спирттің массасы көбейтілген С, жақшасын Т2 азайтылған Т1 бөлінген Q. Осы орнына барлығын мәндерін қоятын болсақ, және оны бөлеміз, бізде 168 көбейтілген 10-6 дәрежесі килограмм шығады. Яғни оны 3 дәрежеге айналдырып, 3 дәрежеге келтірсек -3 дәрежесі болады. Жалпы оның барлығын граммға айналдырғанда 0,168 грамм болады екен массамыз бізде. Массасы 0,168 грамм. Мінекей балалар, каналға тіркелуді ұмытпайық. Лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.